Сәлеметсіздер ме, балалар? Өткен видеода біз ықпал түрлерін теориялық тұрғыда талқылаған болатынбыз. Енді бұл жолы ықпалды тест сұрақтарынан практикадан талдап көрейік. Кісі аттарындағы кейінді ықпалды табыңыз. Бұл жауаптарда кейінді ықпалда тұрған сөздер Сәрсенбек және Ауданбай. Сәрсен және Бек біріккен сөзі Сәрсен н дыбысына аяқталады, Бек б дыбысына басталады, н және б. Жазылу бойынша Сәрсенбек, айтылу бойынша Сәрсенбек. Ауданбай да дәл солай. Қатанға аяқталған сөздердің соңғы дыбысын өзгертетін қосымшаны табыңыз. Бұл сұрақта қатанға аяқталатын дыбыстар олар қ және к және п. Мысалы, орындық, оған тәуелдік жалғаудың үшінші жағы қосылады. Орындығы. Демек, бұл жерде сөзді өзгертетін тәуелдік жалғау. К-ға ә қосылады, п-ға да ә немесе ә дыбыстары қосылу арқылы кейінгі ықпал жасалады. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табу үшін сөздерді қараймыз. Соның ішінде құрық деген сөзді аламыз. Жоғарыда айтылғандай тәуелдік жалғаудың үшінші жағы қосылған кезде қ ға өзгереді. Қосымша қосылғанда кейінді ықпалдың әсерінен өзгеретін түбірді табыңыз. Жоғарыда айтып кеткендей, егер сөз қ, к, п дыбысына аяқталса, оларға қосымша жалғанған кезде өзгеріске ұшырайды. Сондықтан мен п дыбысына аяқталатын сөзді таңдап отырмын. Оған оны қосамыз. Кеп, кебу. Жап, жабу. Тұтас ілгерінді ықпалға бағынған мақал мәтелді табыңыз. Бұл жерде ілгерінді ықпалға бағынып отырған мақал мәтел піл көтермегенді тіл көтереді. Яғни л, к дыбыстарының бір-біріне әсері. Ал егер бұл жерде ілгерінді ықпалды табу қиын болса, басқа тәсілді қолдануға болады. Ол үшін басқа варианттардағы кейінді ықпалдың бәрін алып тастаймыз. Мысалы, жілік, жілігі, тамақ, тамағы, қызық, қызығы, бақ, бағу. Сонда дұрыс жауап өзі шығады. Кейінді ықпалды көрсетіңіз. Бұл жерде кейінді ықпал Құрманбек, бұл да жоғарыда айтылып кетті. Екі сөздің бірігу арқылы бірінші сөзде н дыбысына аяқталады, екінші сөз б дыбысына аяқталады. М, б, Құрманбек. Ілгерінді, кешіріңіз. Ілгерінді ықпалды көрсетіңіз. Ілгерінді ықпалды көрсету үшін бұл жерде біз достық сөзін аламыз. Ілгерінді екен дәлелдеу үшін дос, соңғысы қатаң дыбысқа аяқталып тұр. Өзінен кейін қатаңнан басталатын жұрнақты таңдап тұр. Дыбыстар арасындағы ілгерінді ықпалды көрсетіңіз. Қайрақбай, қайрақ. Қ дыбысына аяқталады. Екінші сөз қосамыз. Бай. Жазылу бойынша дұрыс жазылғанымен айтылғандай қайрақ, пай боп, бай, б, п-ға өзгереді. Келесі сұрақтар буын дестігіне байланысты сұрақтар, сондықтан өткіземіз. Ықпалға байланысты біріккен сөздегі кейінді ықпалды табыңыз. Біріншіден біріккен сөзді тауып үйренеміз. Біріккен сөз бұл жерде қара ой, енді қара ойды жазамын. Қара ой. Бұл жерде кейінді ықпал бар екенін тексеру үшін қара және ой деген сөз жазылу бойынша дұрыс, бірақ қара ой а, оға қалай әсер етеді? Қара ой. Керісінше қа ой. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды көрсетіңіз. Сұрап ал. Сұрап ал. Кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсері
сұрап ал. Ілгерінді ықпал. Жез қазған, жез және қазған деген сөз. Бұл жерде жез дыбысының қ дыбысына әсер етеді. Қ дыбысы ғ болып естіледі. Демек, жез қазған айтылады. Ал орфография бойынша жез қазған жазылуы сақталады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерде ұбт-да үлкен сәттілік тілеймін. Осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнаған болса, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені бұдан кейін де қызықты видеолар болады. Сол үшін әрдайым кіріп тұруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.